Біз енді қазақ халқының қанына сіңген, көргенімізді ұмытпайтын, арты не болды екен деп сұрап отыратын, соған тілекші болып отыратын халықпыз. Енді тілекші болып жатқандар да бар, бұл не керек деп жатқан да бар, бірақ тағы жаңағы 6 күні өтіп кеткен жас жұбайлармен бірге ақсақал жайлы қозғап кеткім келіп отыр. 80 жастағы ол кісілер Жайнаның видео салуына қарағанда аман есен жетіпті. Кешкелімізге байланысты райондағы үйімізде болды деп сөйлейді өзі енді. Сондықтан ертеңісінде менің ауылдағы әкем бұл кісілер тағатсызданып күтіп отыр деп, сол ауылға жетектеп сумкасын көтеріп шыққан видеосын салыпты. Мен де сол видеоны историяға салып қойдым. Көргендер бар шығар, көріп жатқандар. Енді сол ауылдың қалай қарсы алып жатқандығында видеода көруге болады ақсақалды.